Сәлем қыздар. Бүгін қолдан кесілген кеспемен және ет қосып жасалатын лағман салат немесе кеспе салат деп айтылатын әрі тамақ ретінде жеуге болатын өте керемет тағам түрін әзірлейміз. Бұл тағамды өзімнің енем үйреткен. 4 жұмыртқаны жарып, тұзды көбірек салып, қатты қылып қамыр илейміз. Бұл қамырға су қосылмайды. Су қоссаңыз, кеспеңіз сәл езіліп кететін болады. Сондықтан тек жұмыртқаға илеу керек. Осылайша тез-тез зып-зып етіп, осындай әдемі қамыр илейсіз да, бетін жауып, ұмытып кетпейсіз. Арасында 1-2 рет жақсылап июі қану үшін илеп қайтадан қойып қоясыз. Енді сәбізімізді ашып, ұзынша етіп турап шығамыз. Теркамен өткізмейміз, себебі теркамен өте майда немесе ірі болып кетеді. Етімізді тураймыз. Мендегі сүрленген жылқының еті. Бұл тағамға осы жылқының еті өте жақсы үйлеседі. Басқа еттермен де жасап көрген, бірақ осы жылқының етімен өте керемет болады. Нарынға турағанда етіп майдалап, өте майдағып турасаңыздар, салаттың ішінде әдемі болып көрініп жүреді. Тураған ет пен сәбізімізді майға қуырамыз. Қазанымызға пісте май құйып, кішкене сары май қостым мен. Қызған майымызға етімізді жақсылап тұрып, қызартып қуырамыз. Жақсылап қуырылған еттің бетін жауып 5-10 минутқа отты баяу қойып, бұқтырып қоямыз. Біршама уақыт өткеннен кейін сәбізді қосып, жұмсарғанша араластырып, кішкене су құйып, қайтадан бұқтырып қоямыз да. Сарымсақтың 3-4 данасын майдалап турап, етіміз піскен кезде саламыз. Онымен қоса дәмдеуіштер қара бұрыш және дәміне қарай тұз қосып, 2 минуттай қозғап, оттан алып қоямыз. Қуырмашымыз дайын болғаннан кейін қамырымызға кірісеміз. Қамырды илеп қойғаннан кейін 1-2 рет оны қайтадан жақсылап илеп, қайтадан жауып қойсаңыз, қамыры жұмсақ әрі әдемі біркелкі болып жайылатын болады. Қамырымыз міне жұқа болып жайылды. Енді барынша жіңішке етіп турауға тырысу керек. Енді мен тура енем сияқты турай алмаймын. Ол кісінің турағаны өте керемет. Бір күні ол кісінің оригинал өзінің жасаған салатын боламын. Кеспемізді кесіп жатқанда отқа суымызды қайнатып қою қажет. Тұз қосып, кеспемізді көбігі кеткенше 5-8 минуттай қайнатып, мұздай су құйып, әбден суын сорғытып, осылайша дұршылаққа немесе матаға да
жайып қайтып алсаңыз да болады. Енді бағана қуырмашымызға қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тұзы, қара бұрышы аздау болса, осы жерде қоссаңыз да болады. Бірақ менің етім тұздалған, және мен қамырды өте тұзды қылып илегендіктен мен тұзды көп қоспадым. Сіз де отбасыңызға дайындап көріңіз. Ас болсын.